Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тершеңдік, яғни адам ағзасында бөлінетін тер туралы айтатын боламыз. Денеден тердің бөлінуі адам терісінде жүзеге асатын маңызды функция. Тер адам ағзасындағы артық сұйықтық болғандықтан, оның сыртқа шығуы заңдылық. Бірақ денеміздің көзге көрінер жерлерінен тердің тым көп мөлшерде бөлінуі ыңғайсыздық тудырады. Тершең адамның бойынан тәулігіне 3 литрден 14 литрге дейін тер бөлініп шығуы мүмкін. Артық тердің шығуы жайсыздық қана емес, денсаулықта бір ақаудың бар екенін білдіреді. Ал енді қолтықтың терлеуі. Көп адам гипергидроздың қолтық және табанда болуынан зардап шегіп жатады. Себебі терлеген қолтық жағымсыз иіс шығарады. Қолтықтың терлеуіне көп жағдайда тар және синтетикалық киім себеп болады. Әрі бұл терлеу жыныс талғамайды. Әсіресе бозбала мен бойжеткен шақта жиі кездеседі. Балаларда байқалмайды. Қолтықтың терлеуі тұқым қуалаушылықтан да болады. Не істеу керек? Терлегеніңізді сезсеңіз, душ қабылдауыңыз керек. Косметикалық дүкендерде сатылатын қолтыққа арналған дезодорантты 12 сағатта бір сеуіп отыруды ұмытпаңыз. Және әр кешке қолтықты жуғаннан кейін 1 шай қасық ас содасы мен 1 шай қасық тұзды 200 мл суға ерітіп, мақтамен қолтықты сүрту керек. Бұл қолтық гипогидрозын азайтады. Ал енді алақан мен табанның терлеуі. Алақан мен табанның терлеуін акригидроз деп атайды. Жүйке және жүрек ауруына шалдыққан немесе араққа құмар жандардың алақаны мен табаны жиі терлейді. Эмоциясын іште сақтай алмайтын жандардың алақандары терлегіш келеді. Сапасы нашар, аяққа тар аяқ киімде аяқты терлетіп, жағымсыз иістің шығуына себепші болады. Не істеу керек? Терлегеніңіз сезілсе, алақан арасын ашып отыруыңыз керек. Дұрысы қолды сабынмен жиі жуу. Аяқ киім таңдауда оны сапасы мен аяққа сыйымдылығын басты назарда ұстау қажет. Ал енді жалпы тершеңдікті емдеу. Тершеңдіктен зардап шеккендерді емдеу ұзақ процесс. Әрі одан құлан таза айығып кету мүмкін емес. Бастысы себебін анықтап, гипергидрозды жоюға күш салу керек. Дәріханалар мен косметикалық дүкендерде бұған түрлі өнімдер бар. Алайда оның бәрінің әсері қағазда жазылғандай емес. Тершеңдікті басу үшін құрамында валериан, бромид, бехтеров микстурасы бар препараттар ұсынылады. Шатраш тұнбасымен жуынуға да тершеңдіктен құтылуға көмектеседі. Гипергидрозы асқынған адамдар арнайы терапиялық процедуралар арқылы оны бәсеңдетуге тырысу керек. Дезодоранттар парфюмериялық өндірісте кең шығарылатын өнім. Ол тершеңдіктен емес, жағымсыз иістен құтылуға көмек береді. Жеке бастың гигиенасын сақтап, спортпен шұғылдану, салауатты өмір салтын ұстау ең тиімді әрі бар аурудың алдын алу әдісі.